Балалар әдебиеттік оқу 2 сынып, тақырыбы оқудың пайдасын білемін. Кел балалар оқулық өлеңі. Бірінші тапсырған мақал мәтелді оқып мән түсінді. Өнер бұлақ білім шырақ, оқу түбі оқу. Өнер таусылмайтын ағып жатқан мөлдір бұлақ сияқты адамның рухани денесін байытады, ал білім қараңғыда жол көрсететін жарық шырақ, яғни шаң сияқты. Білімді адам өмірде өз жолын адаспай табады. Екінші, бұл жерде тоқу сөзі оқыған білімді көңілге тию, есте сақтау, іс жүзінде қолдана білу дегенді білдіреді. Тек оқып қана қоймай, оның мәнін түсініп, миыңа тоқып алу маңызды. Екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Кел балалар оқылық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Сиса көйлек үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқуменен табылған. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин ағартушы ұстаз, қазақ балаларына арнап мектеп ашқан. Өлеңнің негізгі идеясы өлеңді білім алудың, оқудың маңыздылығы айтылады. Автор балалар ерінбей оқуға, білімді болуға шақырады. Дүниедегі барлық жақсылық пен жетістік тек оқу, еңбек ету арқылы жетуге болатынын түсіндіреді. Сөздікпен мысалы ықылас пен тоқылық, сиса көйлек, шоқумен табылған сөздердің мағынасы жазылып қойды. Суретте балалардың ықыласпен, зор ынтамен оқып отқаны, ал келесі балада қыздың еңбек етіп отырғанын көруге болады. Үшінші сұрақ, автор балаларды не істеуге шақырады? Автор балаларды бірге жиналып, ықылас пен білім алуға, оқуға шақырады. Өнер білім немен табылады? Өнер білім тек қана оқумен, үздіксіз ізденіспен табылады. Өлеңдегі сауысқан тура жолдардың мағынасы қандай? Сауысқан өз тамағын шоқып, еңбекпен табады. Адам да сол сияқты өз керегін киіммен, білімін еңбек етіп, оқу арқылы табу керек. Бұл сөздердің барлығы адамның және жан-жануардың белгілі бір нәтижеге жету үшін жасайтын әрекетін, яғни еңбегін білдіреді. Сондықтан олар еңбек ұғымын тікелей байланысты. Тоқу мен бұл адамның қол еңбегі. Жіптен киім, кілем немесе мата тоқу үшін үлкен шыдамдылық пен еңбек керек. Өлеңдегі сиса көйлек осындай төгілген тер мен еңбектің арқасында пайда болады. Ал шоқумен деген сөз бұл құстардың мысалы сауысқан тіршілік ету, тамақ табу үшін жасайтын еңбегі. Құстар өздігінен дайын тамаққа жетпейді. Олар да еңбек етіп, жерден шоқып жүріп қорегін табады. Оқумен бұл адамның ой еңбегі, білім алу жолындағы ізденісі. Кітап оқу, жазу, жаңа нәрсені үйрену оңай жұмыс емес. Оқу да үлкен зейін мен қажырлы еңбек талап етеді. Білімге тек оқу еңбек арқылы ғана қол жеткізуге болады. Бұл үшінші тапсырманың жауабы. Өлеңнің мазмұнына қай мақал сәйкес келеді? Бірінші, екінші, үшінші. Әрине біріншіні алдық. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнім жоқ. Ыбырай Алтынсариннің Кел балалар оқулық өлеңінің негізгі мазмұны идеясы осы мақалмен тікелей үндеседі. Оқусыз білім жоқ, өлеңде автор өнер білім бәрі де оқумен табылған деп айтқандай. Адам баласы оқып ізденбейінше ешқашан білімді де өнерлі бола алмайды. Білімнің кілті тек оқуда. Білімсіз күнің жоқ, өлеңде өмірге қажеттінің бәрі, әдемі киім, тамақ, тұрмыста бәрі де еңбек пен білімнің арқасында келетіні көрсетілген. Білімсіз адам өмірде өз жолын табуға қиналады. Әлбетте адам заман ағымынан қалмай жақсы өмір сүрді. Бұл мақалдар бірінші мен жаңағы өзіміз айтып өткенде, екінші мен үшінші мақалы сәйкес келмейді бұл өлеңге. Өнерлінің өрісі ұзақ, бұл мақал тек шеберлік пен өнерге көбірек бағытталған. Шынықсаң шымыр боласың аты айтып тұрғаны спорт пен денсаулыққа, тән сұлулығына қатысты айтылған. Бесінші тапсырма өлеңнен суреттер қатысты сөздер табу. Мысалы оқумен бұл адамның ой еңбегі, білім алу жолындағы ізденісі. Кітап оқу, жазу, жаңа нәрсені үйрену оңай жұмыс емес. Оқуда үлкен зейін мен қажырлы еңбек талап етеді. Білімге тек оқу еңбегі арқылы ғана қол жеткізуге болады. Екінші тоқумен деп жазылған өлеңде адамның қол еңбегі, жіптен киім, кілем немесе мата тоқу үшін үлкен шыдамдылық пен еңбек керек. Өлеңдегі сиса көйлек осындай төгілген тер мен еңбектің арқасында пайда болады. Яғни өлеңдегі барлық шумақтар осы білімге және еңбекке арналған. Алтыншы тапсырма оқу білім пайдасын толықтырбай. Оқудың пайдасы қандай екен? Ақылды боласың, көп нәрсені үйренесің, әдепті болып, достарың көп болады, жақсы мамандық аласың, дүниені танып білуге көмектеседі, адамның ойлау қабілетін арттырады, сауатты және сөйлеуді үйренесің, өмірде өз жолын табасың, арман мен мақсатқа жетуге көмектеседі, бойыңа өнер білім жинайсың, еңбекқор боласың, қараңғыда жол көрсетер шырағың болады.
жақсы мен жаманды айыра білетін боласың, еліңе пайдалы азамат боласың. Бұл нұсқалардың ішінен балалар өздерін таңдап алуға болады. Содан кейін гүл күттіресіне жазу керек. Бекіту. Бірінші тапсырма төмендегі сөздердің мағыналарын сызық арқылы сәйкестен. Мысалы, ықыласпен тоқып А, Ә, Б қайсысына келеді екен? Яғни Әге келеді екен. Екінші ол Б-ға, үшінші де А-ға екен. Екінші дағдының сұрақ-жауап оқушылардың өлең мәтінін қаншалықты мұқият оқығанын түсіну екенін бақылау. Автор балалар не істеуге шақырады? Балаларды бірге жиналып, ықылас пен білім алуға, оқуға шақырады. Екінші, адамның киетін әдемі киімі, ол сыйса көлік қайдан пайда болады? Ол адамды тек төккен терімен, шеберлікпен жасаған қол еңбегімен пайда болады екен. Үшін өнердің білімге жетудің жалғыз жолы не? Өнердің білімге тек қана кітап оқу, іздену арқылы жетуге болады. Балалар, бүгін біз Брайлтың Сарын кел балалар оқылық өлеңін оқып, оның мағынасын, идеясын, не туралы екенін білдік. Сабақ аяқталды.